Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Басталмас бұрын арнаға жазылып, қазақ тілді контентке қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Бүгін Ресей қандай себеппен Каспий құбырын 30 күнге жауып, кейін аз мөлшерде айыппұл салғанының шынайы мақсатын қарастырып көреміз. Кеттік. Ресей сотының қазақ мұнайының басым бөлігі экспортталатын Каспий құбырын жабу туралы шешімінің астарында не жатыр? Алдымен қазақстандық бірнеше кеме кеденде ұсталып тәркіленді. Артынан Каспий құбыр консорциумы теңіз терминалының қызметін 30 тәулікке тоқтатылғанын естіген боларсыз. Ресми деректерде шешімінің себебі экологиялық талаптар, екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жарылғыш құрылғылардың болу мүмкіндігі деп айтылды. Еске сала кетер жайт, Каспий құбыры қазақстандық мұнай үшін негізгі экспорттық бағыт. Оған құбыр арқылы айдалатын көлемнің 80%-нан астамы тиесілі. Құбыр желісінің қуаттылығы жылына 67 миллион тонна мұнай. Әрине, негізгі себеп бұл емес. Басты себеп Украинадағы соғысқа байланысты келіспеушіліктер. Жақында Тоқаев Қазақстан, Донецк халық республикасы мен Луганск халық республикаларының тәуелсіздігін мойындамайтынын айтқаннан соң бұл қадамдар басталды. Оған қоса 4 шілде күні Тоқаев Еуропалық кеңестің төрағасы Шарль Мишельмен телефон арқылы сөйлескен кезде Еуроодаққа мұнай жеткізуге көмектесу туралы уәде еткен соң, келесі күні бұл шешім шықты. Ақпараттық қысымнан әрекетке көшкен Кремльдің саяси ойыны екені айдан анық еді. Біздің басты табыс осы мұнай. Бізде үлкен мұнай қоры бар. Бірақ Каспийден басқа теңізге шығатын жол жоқ. Ресей біздің мұнай экспортымызға кедергі келтіріп, Қазақстанға энергетикалық қысым көрсете бастады. Бір кездері ол мұны Украинаға қатысты газ саласында, оның ресейлік газ саясатына тәуелділігін қолдана отырып жасаған. Осыны да ескеруіміз керек. Ресейге тәуелді болмау үшін, яғни қысым кезінде елге шығын келтірмейтін шешім табу үшін біз қазірден амалдарын тауып, әрекет бастауымыз керек. Эксперттердің айтуынша, біріншіден бізге Ресеймен келісім шартты тоқтата тұрып, кем дегенде 10 миллион тонна мұнайымызды Қытайға тасымалдау керекпіз. Екіншіден, темір жол арқылы мұнайды шығысқа, Өзбекстанға, Қырғызстанға тасымалдауға болады. Каспий құбырының жұмысын тоқтата тұру туралы шешімнен 2 күн өткен соң, Тоқаев мұнай тасымалдау жолдарын әртараптандыруды және Ресейді айналып өтетін Транскаспий бағытына басымдық беруді тапсырды. Глазго университетінің орталық Азия зерттеушісі профессор Лука Ански мұнай мен газды тасымалдауға арналған Транскаспий бағыттары бұрыннан ойластырылған, бірақ олардың ешқайсысы әлі іске асырылмаған деп, бұл қысқа мерзімді жоспардың әлсіздігін атап өтті. Өкінішке орай, мұндай әрекеттер біздің стратегиялық серіктестігімізге зиян тигізеді. Бұл Қазақстанды енді импорт алу, көмірсутектерді экспортқа жіберу үшін жаңа шешімдер іздеуге мәжбүрлейді. Қазақстан айтарлықтай шығынға ұшырайды. Бұл шектеулер өндірістік процеске де, макроэкономикалық тұрақтылыққа да әсер етеді. Оны теңгенің құлағанынан ақ байқаған боларсыздар. Бірақ нәтижесінде, нақтырақ айтсақ, күні кеше Краснодар өлкелік соты Каспий құбыр консорциумының қызметін тоқтату туралы шешімді 200 мың рубль, доллармен есептесек, 3250 доллар айыппұлмен ғана алмастырды. Ал алдында айтылғандай, құбыр жұмысын 30 күнге тоқтатса, шығын 300-500 миллион долларға тең келетін еді. Міне үлкен саяси ойын деген осы. Талқыланған тақырып бойынша ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.